Алияның тұрмыс құрғанына 20 жылдың жүзі болыпты. Әне дұрысталады, міне дұрысталады деп жақсылықтан күдерін үзбеген ол, өзін осыншама жыл алдап келгеніне қапалы. Кім біледі, күйеуіне ескіріп, енесін күндердің күнінде немерелерін көріп, жібіп, мінезде өзгерер деген үміті ешқашан сөнген емес. Үміт сәулесі. Әлия мектеп бітірісімен арман қуып, Алматы қаласына келіп, қала бойынша дәрігер мамандығына оқуға түсті. 2 жыл оқуды озат оқып, жазғы демалыста ауылына келгенде, көрші ауылдың өзінен 7 жас үлкен Сәкен атты жігіті соңына түсіп, жақын жеңгелерін араға салып алып қашады. Алия қанша қарсылық білдіргенмен сол кездің салты бойынша қайтып келген қыз жаман деген ата-анамды жерге қаратпайын деп келін болып қалады. Бастапқы кезде енесі оқытамын, баламды қасына қосып жіберемін, ешқандай уайым жемеңдер деп уәде беріп, той өткен соң жазғы демалыс бітіп, сабақ уақыты жақындағанда мүлдем өзгеріп сала береді. Қайдағы оқудың үлкеніне түстің енді. Күйеуің мен енеңнің жағдайын жасап, бізге ұрпақ сыйлау енді сенің міндетің деп қысқа қайырады. Әлия әбден жылап төркініне барады. Сонда ата-анасы, біз енді ештеңе де жасай алмаймыз. Қыз жат-жұттық деген. Бізден кеттің, енді сен сол елдің келінсің. Баста ойлануың керек еді. Енді енең мен күйеуіңе дейді, сол болады деп шығарып салады. Амалы жоқ Әлия оқуды ұмытып, сол үйдің күйбең тіршілігіне кіріседі. Жұмысқа да тұрмайды, қайтып оқиын деп сөз де қылмайды. Сөйтіп жүргенде өмірге Сәбит, одан кейін Ғабит, қызы Айжан мен кенже ұлы Арнат келеді. Міне, 20 жыл ішіндегі өмір жалғасы. Бірақ сол баяғы енесі, Күләш апаның жібейді ма деген мінезі жыл өткен сайын қатайып, аузынан шыққан сөздеріне есеп берместен, Әлияны менсінбей, істеген ісін олқылық тауып, айғай шығарып намысына тиіп, балаларының көзінше жер-жеберіне жетуін тоқтатар емес. Тіпті немерелерін өзіне күн бермей, жай сөйле, дыбысың шықпасын, үй ішінде жай жүр шаңқытасың, көршінің, досыңның үйіне барма, олар да келмесін. Беймезгіл дастархан жайма, ысырап қыласың. Бір турамнан артық нан жеме, семіріп кетесің. Теледидар көрме, ол сені бұзады. Осындай сөздермен әбден ығырын шығарып жүрген. Бірақ өзі ертеден қара кешке дейін теледидар алдында сериал көруін тоқтатқан емес. Міне, осындай сөздері әбден жүйкесін тоздырған Әлияның денсаулығына былтырдан бері сыр беріп, басы ауырып, құлап қалатын болды. Мұны көрген балалары аналарына жаны ашып, үстіне түсіп жатса әжелері, тұрыңдар былай, өлмейді, шешелерін қоянша ұстап жатыр деп жолатпайды. Осындай сөздер әбден қашытқан Әлия бір күні өмірден түңіліп, өз-өзіне қол жұмсағалы жатқан жерінен енесі көріп қойып, аяғына жығылып, сарайдан жіптен босатып үйге алып келеді. Арада бір апта үнсіздіктен кейін Күләш апа баяғы әдетін басады. Әлия әбден шаршағанын айтып, Астанада құрылыста жұмыс жасап жүрген күйеуі Сәкенге телефон соғады. Сәкен үйіне келген соң анасымен сөйлесетінін айтып жұбатады. Еліне жетемін деп күн санап жүрген Сәкенді түнде көшеде келе жатқанда, көше бұзықтары ұрып, қабырғасын сындырып, бауырын жарақаттап, жұмысқа жарамсыз болып үйіне оралады. Бұрынғы күніне де жете алмай қалған Алияны бала шағасымен енесі жатып ішерлер, тойымсыздар, үйден кетіңдер, бөлек тұрыңдар деп күнде қарғап сілейді. Алия шығып кеткісі келеді, бірақ Сәкен шешемді тастап кетпеймін деп қасарысып отыр. Сәкен шешесімен бірнеше рет сөйлесіп, үйдің берекесін кетірмей отыруын өтінгенмен Күләш апа ешқашан өз дегенін қайтқан емес. Бірақ Алияға тек баласы үйде жоқ кезде тиіседі де, айта бер, мен бірақ мойындамаймын деп жауап береді. Күләш апаның сөзін танымай қою, естен шығару, ұмытып кетудің мүмкін еместігі соншалық Әлия түнде ұйқыға жатқан кезінде құлағына жаңғырып дауысы келіп тұрады. Оның үстіне бұрын күйеуі Сәкен сыртта жүріп жұмыс жасап, қаржыландырып отыратын. Қазір ол да денсаулығы жарамай үйде отыр. Балаларға беретін жәрдемақыға күн көру оңай емес. Өзі жұмысқа шығайын десе, өзінің де денсаулығы жоқ. Үйде өсіп келе жатқан 4 баланың да киімі, оқу заттары, керек жарақтары тағы бар. Осының бәрін ойлағанда Әлияның таусылғаны соншалық салы суға кетіп, өмірден бас кешіп кетеді.
Күнделікті осындай проблемалардан шаршаған Әлия бір күні үйіндегі қалған әртүрлі дәрі-дәрмектерді ішіп алып, жатын бөлмесінің құлыптап алып жатқан жерінен күйеуі Сәкен есікті бұзып ашып кіріп, жедел жәрдем шақырып аман алып қалады. Арада бір ай уақыт өткенде Әлияның анасы ауырып өмірден өтеді. Міне осы жағдайдан кейін Әлияның өмір сүруге еш зауқы жоқ. Үнемі көңілсіз, тұнжырап, мазасы болмай, шаршап, өз денесін өзі көтере алмай жүреді. Сәкен қанша дегенмен балаларының анасы, әйелі болғаннан кейін жаны ашитын болса керек, Әлияны дәрігерге көрсетіп, ауруханаға ем қабылдауға жатқызады. Бірақ ауруханаға жатқанда 4-ші күн болып, екпе дәрі-дәрмек қабылдағанмен әлі еш нәтиже жоқ. Сол баяғы ұйқысыз, мазасыз түндер мен көңілсіз күндер жалғасуда. Тамаққа тәбеті жоқ, ешкіммен сөйлесуге де зауқы болмай, үнсіз кереуеттің бір бұрышында қалың ойға шомып отыра береді. Әлияның осы отырысын көріп жаны ашыған 70-тен асқан Күнімай апа күнде таңертең ерте тұрып ауруханада жатса да намазын қаза қылмайтын, таңғы астан кейін әңгімеге тартты. Қызым, сені сонша не мазалайды? Ешкіммен сөйлеспейсің, араласпайсың, ас суды да бірге отырып ішпейсің. Қандай түбі жоқ тұңғиық ой мен шексіз уайым бойыңды басып тұрған. Айтшы, бөлісейін. Анаңдай адамын ғой, көпті көрген деп қасына жақындап, арқасына қолын қойып өзіне қарай тартып, бауырына басқанда Әлия еріксіз дыбыс шығарып, өзін ұстай алмай жылап жіберді. Айта алмай солқылдап ұзақ жылады да, апа, айта алмаймын, айтып тауса да алмаймын. Ұзақ әңгіме, шаршап жалығып кетесіз, қайтесіз менің өкінішке толы өмірімнің сырын ұғатын, қол ұшын беретін адам жоқ шығар деп таусылды. Жоқ жаным, айта бер, тыңдап көрейін деді апа. Әлия басынан өткен жағдайдың бәрін Күнімай апаға айтып берді. Бұрын сонды дәл осылай ақтарылып ешкімге сырын айтпаған еді. Жаным деп бауырына басып, арқасына қағып, айналғаны жібітіп жіберді ме білмеймін. Әлия тоқтамастан бәр шындығын Күнімай апаға жайып салды. Күнімай апа үнсіз біраз отырды да Әлияны құшақтап, бейшара қызым-ай, көрмегенің жоқ екен. Бәсе, мұңлы көздерінің астында біраз сырдың тұрғанын сезіп едім. Сабыр ет, қызым. Бақытты адам өткенге өкінбейтін, болашағынан қорықпайтын және ертеңінің жақсы болатынына кәміл сенетін адам. Қорықпа, қызым, сенде әлі-ақ бәрі жақсы болады, есіңде болсын. Ауырлықсыз жеңілдеу болмайды, жоғалтусыз табу болмайды, сабырсыз жеңіс болмайды деген. Адамға бақытты болу үшін көп нәрсе керек емес. Қамқор өмірлік жолдас, жайлы үй және сүйікті балалар болса жеткілікті. Мұның бәрі сенде бар. Құдайға шүкір де, бірақ көп адам осыны кеш түсінеді. Өмірде сен жақтырмайтын адамдарға назар аудармауға тырыс. Себебі сені жақтырмайтын адамдардың екі түрі болады. Бірі ақымақтар, екіншісі қызғаншақтар. Ақымақтар бірнеше жылдан соң сені жақсы көріп кетеді. Ал қызғаншақтар сенің артықшылығың қандай екенін біле алмай іштен өледі. Адамдар ақылды болған сайын сен сияқты қарапайым келеді жаным. Адам кеудесінен жаны шыққанша өзіне сенуді тоқтатпау керек. Өз өмірінің қызығы жоқ адамдар әдетте басқа адамның өміріне араласады. Адам жақсыны арман етсе, өмірде бәрі жақсы болмақ жаным деп сөзін аяқтағанда бесін намазында уақыты таяп қалған еді. Күнімай апа намазын оқып болған соң Әлияны түскі асты бірге тамақтануға ертіп барды. Әлияның бойында бір жеңілдік байқалғандай, көкірегін кернеп тұратын ауыр жүкте, екі иығын басып тұрған зіл қара күште, басына симай тұратын мазасыз мың сан сұрақта, екі аяғын шегендеп қойған кісенде шешіліп, босап, тамақ тәбеті ашылып, жүзіне күлкі үйіріліп, Күнімай апаға қойылап шайын құйып беріп отырды. Әр адам бір-бір жұмбақ, оны шешу оңай емес. Бірақ Күнімай апа Әлияның жұмбағын шешті деуге болғандай. Достар, видео түсірілімді соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер арна ұнаса, тіркеліп, өз ойларыңыз бен пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.